Бұл апта мектепте керемет іс-шаралар мен толы. Сізді қызықтырып, шабыттандыратын бірегей бағдарламалар күтеді. Білім аптасы Қазақстан Республикасының әнұранын орындаумен басталсын. Бұл оқушылардың патриоттық сезімдерін арттырып, жаңа аптаға жігер сыйлайды. Біріншіден, сенімді орындау үшін әнұран сөздерін еске алайық. Оқушыларға әнұранның мән-мағынасын түсінікті тілмен жеткізіңіз. Патриотизмнің маңызын дәл осы сәтте тереңірек түсінуге мүмкіндік бере аласыз. Апта бойы маңызды тақырыптарды мақал-мәтелдер арқылы жеткізіңіз. Мысалы, білім, өмір шырағы немесе халық даналығынан алынған басқа ұлағатты сөздер оқушыларға мотивация беріп, ұйымның мәдениетін арттырады. Бұл дәйек сөздерді лар экрандарға, сынып тақталарына орналастырыңыз. Әр оқушы оқу мен тәрбие жолында жақсы ой түйе алмақ. Оқушыларға жол қозғалысы ережелерін және өмір қауіпсіздігі негіздерін үйрету міндетті іс. Бұл сабақ танымда ақпарат қана емес, күнделікті өмірде де қолданарлық тәжірибе береді. Сабақты бейнематериалдармен толықтырыңыз, интерактивті түрде қатыстыру олардың белсенділігін арттырады. Сүйікті ұстаздар, апталық тақырыптарды ұйымдастыру мен оларды көркем жеткізуде шығармашылық танытыңыз. Бүгіннен бастап жаңа идеяларды күн тәртібіне енгізіп, мектеп өмірін қызығырақ етіңіз. Балалармен бірге барлығыңыз әсерлі естеліктер қалыптастыра аласыз.